құрметті қыздар алқасы және де сайысқа қатысушылар. Мен Шет ауданы Жамбыл қаласының мектеп гимназиясының 10-сынып оқушысы. Бүгін мен өзімнің жобамды бастамастан бұрын мына сұрақтарға жауап беріп кетеді. Үй жинауға көп уақытыңыз кете ме? Демалыс күндері сүйікті ісіңізге арнай алмайсыз. Не болмаса отбасыңызға, балаңызға тәрбие беруге, көңіл бөлуге үлгермейсіз бе? Жақсы көретін ісіңізбен айналысқыңыз келмей ме? Тіпті ауыл шаруашылығына көмектесетін адам таппай жүрсіз бе? Онда мен сізге өзімнің нұрлы тазалайық жобамды ұсынамын. Тақырып мәселеден туады, ал біздің мәселе өзектілікті айқындайды. Біздің өзектілігіміз осындай ірі ауданда клиент компаниясының жоқтығы. Мақсатым жергілікті тұрғын фермерлерге ауыл шаруашылық ішінде тиімді қызметтер ұсыну. Міндетім қызметкерлер тағайындау, орта білім жоқ адамдарды жұмыспен қамту. Осы адамның уақытын үнемдейтін, тұрмысын жеңілдететін саланың қандай қызметтері бар? Бұл үй тұрмысы клининг қызметтері, яғни қылса үй тазалау жиһаздарды, тазалау төбелер, шиналарды жуу деген сынды. Ал менің ерекшелігім бұл ешқай аймақта жоқ қаз клининг қызметтері. Олар мысалы шөп сүре алады, көмір кіргізіп, мал бағу, сонымен қатар мал сойып, бау-бақша күтімінде жасай алады. Мен осы салада өзімде қанша бәсекелес бар екенін анықтадым. Ізденісім бойынша Қарағанды облысында 14 адам бар, ал оның нешеуінде клиник орталығы бар. Қарап тұратын болсақ, бұл жерде Шет, Ақтоғай ауданында және Қарқаралы, Жаңаарқа қалаларында жоқ. Ендігі басты проблемалық сұрақ, осы 14 ауданның 70%-на клиник орталығы бар. Неге дәл біздің ауданда ондай орталық жоқ? Жалпы жобаның туу тарихына тоқталып кетсем, бұл біздің осы өзіміздің өңірдегі ортақ Instagram парақшасы, ол жерде жарнамаларды жариялап отыратын болады. Яғни бұл жерде қаралса, үй жинап беретін, клиент шешері керек, үй қызметкерлері керек деген сұраныстар өте көп. Сондықтан мен өзім егер осы кәсіпті ашсам, ол қаншалықты жүзеге асады деген сауалнама жүргізген болатым. Жақсы қараймын, қолданамын деушілер 15, қолданбаймын деушілер 7 болса, керегі жоқ дейтін 2, мүмкін керек дегендер 3 болды. Ендігі біздің міндеттерімізге тоқталып кетсек, біздің міндеттеріміз сенімділік және серіктілік, сапалы жұмыс, серіктестермен ұзақ мерзімдік келісімшартқа отыру, менеджерлердің әрдайым байланыста болуы, қарттарға және де жалғыз аналарға, әкелерге жеңілдіктер жасау. Ендігі жаңа мен айтып кеткенде ешқай аймақтар жоқ, ешқай өңірде жоқ, клининг қызметтері қаншалықты керек деген сұраққа жауап бердім. Бұл видеода жаңағы ауыл шаруашылық ісімен айналысатын өзімнің фермер сайтының ағамның жауабы болды. Ауыл шаруашылық жұмысына қызметкерлер қаншалықты керек? Және де қарап отырсаңыздар, бұл біздің жаңағы клиент осы қызметкермен айналысатын қызметкерлеріміздің суреттері. Енді әр адам жаңағы жобасын бастарда оның кезеңдерін ұйымдастыратын болады. Менің кезеңдерім бұл мамыр айынан басталса, қыркүйек айына шейін бітеді. Оны алдағы құжаттардан нақтылай көре аласыздар. Мен осы компанияның негізін қалаушы болғандықтан қызметшілермен құрал-жабдықтарды толықтай алып беруге тиістімін деп санаймын. Мен бұл жерде нарықтағы бағаларды санап отырып, қанша данасы керек екенін сараптай отырып, ортақ бағасын шығардым. Бұл жерде бізде 5 миллион 600 мың теңге шықты. Қазір келесі слайдтарда оны қалай біз бір жылда 10 есе сақтап алатынымызды айтатын боламын. Басты назар бұл жерде бізде көп шығындалып тұрған 3 миллион 192 мың теңгемен көп функционалды сынақ качер және де бізде арнайы көліктен қарастырылған ол шақырту жұмыстарына арналған. Жаңағы качер сынақ жұмысы қандай қызметтер атқаратынын қарасақ, ол өте көптен қызмет атқарады. Соның ішінде осындай ұсақ түйектерді тазалайды, адам қолы жетпейтін жерлерді, тұрмыстық көліктерді, сонымен қатар қиын дейтін пластик, шыны, кафельдерді оңай тазалайды, жиһаздарды тазалап және сорып, жуып көптеген қызметтерді атқарады. Мына видеоға қарасаңыздар, ол өзінің ыстық буы арқылы көп уақыт бойы тұрған бақтарды кетіре алады. Но менің өзімнің түсірген видео, яғни өзім қолданысқа істеп көрдім, ал бұл проф-видео десем де болады. Арнайы парақшалардан алынған. Енді мен біздің өлкеміздегі прайс бағаларды және де басқа да клининг компаниялардың прайс бағаларын қарап, өзіміздің бағаларды шығардым. Бұл жерде бөлмелерге, квадрат метріне қарай, түрлеріне қарай, тоннасына, тәулігіне қарай бөлінген. Мысалы, ата кететін болсақ, жалпы тазалығы 3500 теңге, бір бөлмеге, қар күрі 2500 теңге, бір сағат және көмір сүру 2000 теңге, бұл бір тоннасына. Енді жаңа іске асыруды айтайын. Бұл жаңа мен айтып кеткенде 5 теңгемізді біз қалай 10 есе сақтап алатынымызды.
егер біздің екі үйге жалпы тазалау, қар күреу және көмір кіргізуді істейтін болсаңыз, онда 24 мың теңге шығарады. Бұл бір күнде бір үйден. Ал егер осында 8 қызметші атқаратын болса, онда 192 мың теңгені шығарады. Осында жаңағы 8 қызметшіміз күніне 2 үйге бар істейтін болса, онда 384 мың теңгені құрайды. Компанияға 60% 230 мың теңге, ал қызметкерлерге 40%, яғни 153 мың 600 теңгені құрайды. Ер адам 2600 теңгеден басталады табысы, ал әйел адам табысы 7 мың теңгеден басталады. Егер біз осы схема бойынша 250 күн бойы, яғни бір жылда уақыт істейтін болса, онда біз 57 миллион 600 мың теңгені шығара аламыз. Яғни бұл біздің жаңағы алған қаражаттарымызды толықтай ақтай алады. Және де біз сонымен қатар бір ғана бағаға тоқталмай жеңілдіктер ойлап таптық. Ол жалпы басы аналарға, әкелерге, қарттарға, күнделікті тұтынушыларға, мүгедектерге, сонымен қатар алғашқы тұтынушыларға. Ендігі мен осы жобамды сен үстінде қанша азаматтың жұмысы отырғанын білдім, яғни халықты жұмыспен қамту орталығына бардым. Сол жерден сұрауым бойынша, осы аудан бойынша, біздің шет аудан бойынша 439 азамат жұмыссыз отыр екен. Егер мен осы жобамды іске асыратын болсам, осы санның 5 немесе 10%-ын өзіме жұмысқа тарта аламын. Ал мен қалай жұмысқа аламын деген сұрақ. Бұл осы талаптарға сай бізге өзіне түйіндемесін тапсыратын болады. Яғни ол жасы 18 жыл аралығында сотталмаған, ұқыпты, келісім шарт бойынша жұмыс істейтін және де жұмысынан жақсы нәтиже шығара алатын әйелдерге және ерлерге арнайы талаптар қойылған. Бұл 2 күндік тағылымнан өтеді. Егер жұмысқа қабылданса, оған арнайы шот ашылып, зейнетақы қорына және медициналық сақтандыруына ақша бөлініп отырады. Енді мен өзімнің қызметкерлерімде сапалы, ерекше және де ыңғайлы және ең бастысы жеке брендті киім болған қалады. Сондықтан арнайы осындай үлгілер ойлап таптым. Яғни бұл тазалайық деген эмблемасы бар және де қазақи нақыш болғандықтан қазақи ою-өрнектері бар арнайы формаларында ұйымдастырдым. Әр адам өзінің жобасын, өзінің жұмысын жариялауда жарнама қолданады. Мен жарнаманы 2 түрлі тәсілін қолдандым. Алғашқысы бұл еңкейген шалдан, еңкейген қариядан, еңбектеген балаға шейін қолданатын Instagram парақшасы. Біз бұл жерде жаңағы өзіміздің қызметтерімізді, бағаларымызды, сонымен қатар конкурс ұйымдастырса, сол конкурстарымыздың бәрін жариялап отырамыз. Ал егер Instagram қарамаймын деген адамдар болса, онда арнайы жарнама парақшалар бар. Яғни ол аудиторияда ашып қарасаңыздар болады. Ол жерде біздің қызметтеріміз, мекен-жайларымыз, сонымен қатар байланыс нөмірлері толықтай жазылған. Ұсынысым көп адам уақыт үнемдейтін, тұрмысын жеңілдететін осындай клиент орталығының біздің ауданда ашылуы және де жиі қолданатын қызметтерді де қамту. Санда салмақтарыңызға салып, сіздер салып тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Енді бұл клининг қызметі ауылдық жерде сұранысқа ие болады деп ойлайсыз ба? Мысалы, осынауында бюджетті деген тақырыптар қорғалды, иә? Енді сіздің тақырыбыңыз сол неге қарама-қайшы болып тұр? Ауылдық жерде бұндай қызмет түріне сұраныс қаншалықты болады? Менің ойымша сұраныс өте үлкен болады деп ойлаймын. Неге? Себебі мен жаңағы айтып кеткендей, біздің ортақ чатта ауылдың жарнама саласында осындай адам керек, жинап беретін адам керек деген сауалнамалар өте көп болады. Ол біздің Ақсу ауылы бойынша, яғни ауыл бойынша, ал аудан бойынша одан да көп болады. Және мен айтқандай, тек қана біз үй тұрмысы клиник емес, қазақша шаруалар да бар. Мысалы, мал сою, мал бағу деген сияқты. Мысалы, әрбір адам фермерде отырған ағам, мысалы жаңа көрсеткен өзімнің ағам фермерде отырады. Ол кісі мысалы көп той жиындарға бара алмайды. Неге? Себебі оны қалдыратын адам жоқ. Малды бәрін қалдыратын адам жоқ. Сондықтан сондай адамды жалға алып, өзі алаңсыз емін-еркін уақытын өткізуге сондай адамды жалдаса, ол біріншіден өзінің уақытын үнемдейді, екіншіден өзінің қызықты нәрселерге уақыт таба алады. Мен ойымша бұл өте пайдалы. Өйткені ол қазір клиник орталығы көбінесе қалалар жерлері ғана. Қалалықтар жерлерінде сондай. Ал біздің ауданда, ауылдарда ондай жерлер жоқ та. Тұрғындар көбінесе өзін, мысалы, аптаның 7 күнінде 5 күн жұмысқа арнасақ, оның 2 күнін біз міндетті түрде жинауға арнаймыз. Яғни адамды өзін-өзі дамытуға, өзіне уақыт бөлуге ешқандай да